Сабақтың тақырыбы кестелер және диаграммалар. 62-ші сабақ. Бүгінгі сабақта деректер жинағын жүргізуді, жүйелеуді, кестелер және диаграммалар құруды үйренесің. Көрнекті түрде көрсету, талдау және салыстыру үшін мәліметтерді кестелер мен диаграммалар форматында жүйелеу ыңғайлы. Кесте деректерді жолдар мен бағандар бойынша таратудың көрінісі. Кесте ұяшығы дегеніміз жол мен бағанның қиылысуы. Кестелер әртүрлі зерттеулерде және деректерді талдауда кеңінен қолданылады. Ақпаратты ұйымдастырудың кестелік тәсілі математикада жиі қолданылады. Кестелердің кейбір түрлерімен қалай жұмыс істеу керек екенін білесіңдер. Мысалы, бірінші сыныпта қосу кестесін оқыдың. Кестедегі деректер бойынша өрнектің мәнін табуға болады. Ақпаратты жүйелеудің кестелік тәсілі сандардың разрядтарын жазу үшін қолданылады. Әрі қарай тапсырмаларды кесте түрінде модельдеу тәсілдерін үйренесің. Кестенің көмегімен қандай да бір тақырып бойынша білім деңгейіңді бағалай аласың. Диаграмма сызба. Ол сызықты, бағанды немесе дөңгелек түрінде болуы мүмкін. Бірдей деректерді әртүрлі тәсілдермен жүйелеуге болады. Ақпарат. 2-ші Б сыныбында 8 бала спорт секцияларына, 6 бала би студиясына, 2 оқушы музыкалық мектепке және 1 оқушы көркем кесте үйірмесіне қатысады. Бұл ақпарат 3 формада ұсынылды. Бағанды диаграмма, дөңгелек диаграмма және сызықты диаграмма. Оқушылар, суретке мұқият қарайық. Көлік түрлерін санай отырып, кестені дұрыс толтырайық. Бірінші суретте берілген қызыл түсті жеңіл автокөлігінің санын табайық. 2. Келесі автобус. Автобустан біреу бар. Жүк көлігі. Жүк көлігінен бір дана. Жедел жәрдем көлігінен біреу. Мотоцикл 2. Ал велосипедтен 4 бар екен. Сонымен біз кестені толтырдық. Дәптермен жұмыс. Номер 2. Есепті шығар. Кішкентай автобусқа 18 жолаушы, ал үлкен автобусқа одан 22 адам артық сыяды. 2 автобусқа барлығы неше жолаушы сыяды? Есептің шартын, сұрағын, шешуін, жауабын жаз. Номер 4. Есепте.